Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті, инженеринг және ақпараттық технологиялар факультеті, химия технология және экология кафедрасының сеньор лекторы Тұраққазақ Ерке Айданқызы. Курстың атауы өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару. 5-ші дәрістің тақырыбы қалдықтармен жұмыс істеу әдістері: жинау, тасымалдау, сақтау. Қарастыратын сұрақтарымыз: қалдықтарды жинау, тиімді жүйелер мен әдістері. Қалдықтарды тасымалдау, логистика және қауіпсіздік. Қалдықтарды сақтау, полигондар мен уақытша қоймалар. Қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату. Қалдықтармен жұмыс істеудің болашағы мен инновациялар. Қалдықтармен жұмыс істеу әдістері: жинау, тасымалдау, сақтау. Яғни жалпы қалдықтар мәселесі бүгінгі таңда әлемдегі ең өзекті экологиялық проблемалардың бірі болып табылады. Халық санының өсуі мен тұтынудың артуы қатты тұрмыстық қалдықтардың көлемін ұлғайтып, қоршаған ортаға айтарлықтай кері әсерін тигізуде. Бұл мәселені тиімді шешу үшін қалдықтарды дұрыс жинау, тасымалдау және сақтау әдістерін түсіну өте маңызды. Қарастыратын сұрағымыз, яғни қалдықтарды жинау, тиімді жүйелер мен әдістер. Енді бұл тиімді жүйелер мен әдістеріне көбінесе контейнерлік жинау, есіктен есікке жинау және мобильді жинау пункттерін айтсақ болады. Контейнерлік жинау дегеніміз ол көбінде қалдықтарды жинаудың ең кең тараған әдісі. Арнайы контейнерлер әртүрлі қалдық түрлері үшін бөлек орнатылады. Екіншіден, есіктен есікке жинау. Ол түрі, бұл әдісті көбінесе тұрғындар қалдықтарды арнайы пакеттерге немесе контейнерлерге салып, оларды белгіленген уақытта үйдің алдына шығарады. Бұл сіздердің күнделікті тұрмыстық қалдықтарды шығару тәсілін айтсақ, осы бір әдісті айтсақ болады. Яғни сіздер үйлеріңізде уақытша мүсірке бар, яғни сіздер оған пакетке салып жинайсыздар да, кейін үйдің алдындағы, есіктің алдындағы үлкен контейнерге апарып саламыз. Оны ары қарай машина келіп полигондарға жеткізеді. Немесе торгово-развлекательный центрларға баратын кей жағдайда көбінесе үлкен сортировать етілген, яғни сортталған түрлері, әртүрлі өткендегі лекцияда айтылып өткен болатын, сортталған түрлері бойынша контейнерлер болады. Сол контейнерлерді кейін үлкен ненің алдына шығарылады, оны машиналар келіп алып кетеді. Кейінді мобильді жинау пункттері. Яғни мобильді жинау пункттері үлкен көлемдегі немесе қауіпті қалдықтарды жинау үшін уақытша немесе жылжымалы пункттерде қолданылады. Мысалы, оларға электроника, батареяларды жатқызсақ болады екен. Қалдықтарды сұрыптаудың маңызы және түрлері. Қалдықтарды сұрыптау, яғни қайта өңдеу процесінің негізі деп айтса да болады. Бұл қалдықтардың қайта өңдеуге, жарамды бөліктерін бөліп алуға және полигондарға түсетін қалдықтар көлемін азайтуға мүмкіндік береді. Жалпы сұрыптау түрлері ол үйде сұрыптау, жинау пункттерін сұрыптау, механикалық сұрыптау болып бірнеше сұрыптау түрлеріне бөлінеді. Үйде сұрыптау дегеніміз, ол тұрғындар қалдықтарды шығар алдында, яғни қағазға, пластикке, шыныны шыныға,
металлды металлға деген сияқты түрлерге бөледі, иә. Сіздер де үйде солай қалдықтарды, яғни сортировать етіп, сұрыптап барып тастайсыздар ма, әлде бір пакетке салып лақтырып кетесіздер ма деген сұрақ сіздерге, иә. Осыны ойлап, тереңдеп ойлап, осыны бір өз бастарыңыздан тәртіпке, тәрбиеге шақырсаңыздар екен деген ұсыныс сіздерде. Кейін жинау пункттерінде сұрыптау дейді, яғни ол қалдықтарды арнайы қабылдау орнында сұрыпталады. Сосын механикалық сұрыптау деген ол арнайы қондырғылар мен машиналар қалдықтарды автоматты түрде бөледі, иә. Келесі қалдықтарды тасымалдау, логистика және қауіпсіздік. Қалдықтарды жинау орындарынан өңдеу немесе сақтау орнына тасымалдау күрделі логистикалық процесс. Бұл процесс тиімділікті, қауіпсіздікті және қоршаған ортаға минималды әсерді қамтамасыз етуі тиіс. Яғни арнайы көлікпен, оңтайлы маршруттармен қауіпсіздік шаралары, осындай бір қауіпсіздік түрлеріне жатқызсақ та болады. Арнайы көлікке қалдықтарды тасымалдау үшін нығыздықштары бар арнайы қоқыс машиналарды қолданамыз. Оңтайлы маршруттар жанармай шығынын азайту және уақытты үнемдеу үшін оңтайлы маршруттар әзірленеді. Қауіпсіздік шаралары деген жүктеу, тасымалдау және түсіру кезінде экологиялық және санитарлық қауіпсіздік нормалары қатаң сақталады. Қалдықтарды сақтау полигондар мен уақытша қоймалар. Қайта өңдеуге жатпайтын немесе қайта өңдеуді күтіп тұрған қалдықтарды сақтау үшін арнайы орындар, полигондар мен уақытша қоймалар пайдаланылады. Сақтау әдістері санитарлық полигондар, уақытша қоймалар, қауіпті қалдықтар қоймалары болып бөлінеді. Санитарлық полигондар қалдықтар қабат-қабат төселіп, топырақпен жабылады. Сүзінділер мен биогазды жинау жүйелері болуы керек. Уақытша қоймалар қалдықтарды кейіннен қайта өңдеу немесе жою үшін белгілі бір уақытта жинақтау орындары. Қауіпті қалдықтар қоймалары арнайы оқшауланған және қатаң бақыланатын орындар. Қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату. Қайта өңделетін қалдықтар олар пластиктер, шыны, қағаз, металл сияқты материалдарды жаңа өнімдер жасау үшін пайдалану. Жаңа өнімдер қайта өңделген материалдардан сапалы өнімдер жасау. Алдында айтып өткендей, мысалы алюминийдің қайта өңдеп, олардан самолетті жасап шығарса болады. Немесе машиналардың шиналарын, яғни машинаның дөңгелектерін шинковать етіп, ұсақ бөлшектерге ұсақтап, олардан велодорожка, беговая дорожка, жүгіретін орындар, жолдар, сосын балалар ойнайтын алаңдарды да жасауға болады. Кейін органикалық қалдықтар, компост жасау немесе биогаз өндіру арқылы кәдеге жарату. Келесі энергияға айналдыру. Қалдықтарды жағу арқылы жылу немесе электр энергиясын өндіру. Қалдықтарды басқарудағы жаһандық тәжірибелер.
Әлемнің көптеген елдері қалдықтарды басқаруда озық тәжірибелі қолданады. Бұл олардың экологиялық көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік береді. Мәселен, Жапония елі қалдықтарды қатаң сұрыптау және минималды қалдық қалдыру мақсатында жоғары технологиялық өңдеу әдістерін қолданады. Келесі Германия. Қалдықтарды энергияға айналдыру зауыттары және депозиттік жүйелердің кең таралуын пайдаланады. Швеция. Қалдықтарды қайта өңдеудің ең жоғарғы көрсеткіштерінің бірі. Тіпті қалдықтарды басқа елдерден де импорттайды. Біздің Қазақстанның территориясында қалдықтарды көбінесе полигондарда сақтайды. Бізде қалдықтарды қайта өңдеу көп таралмаған, ол енді ғана дамып келе жатқан дүние. Сондықтан бізде көбінесе қалдықтарды жою немесе көму пайдаланылады. Жою тәсілі, яғни оларды өртеп жібереді немесе көмеді. Қалдықтармен жұмыс істеудің болашағы мен инновациялар. Қалдықтарды басқару саласындағы инновациялар экологиялық проблемаларды шешуге және ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған. Ақылды контейнерлер. Қалдықтардың толу деңгейін бақылайтын және жинау маршруттарын оңтайландыратын сенсорлар. Жаңа материалдар. Биологиялық ыдырайтын пластиктер мен басқа да экологиялық таза материалдарды дамыту. Айналмалы экология. Өнімдердің өмірлік циклін ұзарту және қалдықтарды ең аз деңгейге дейін азайту. Қорытындылай келе, қалдықтармен тиімді жұмыс істеу біздің планетамыздың болашағы үшін аса маңызды. Жинаудан бастап, қайта өңдеуге дейінгі әрбір кезеңдегі жауапкершілік және инновациялық тәсілдер тұрақты дамуға қол жеткізуге көмектеседі. Халықты ақпараттандыру, заңнамалық реформалар, инновацияларды тарту. Халықты ақпараттандыру қалдықтарды сұрыптау мен қайта өңдеудің маңыздылығы туралы халық арасындағы түсіндіру жұмыстарын күшейту. Заңнамалық реформалар бойынша қалдықтарды басқару саласындағы заңнаманы жетілдіру және қатаң бақылауды қамтамасыз ету. Инвестицияларды тарту. Қайта өңдеу әдістерін дамытуға және жаңа технологияларды енгізуге инвестиция тарту. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.